Сәлем достар, осындай тойға арналған открытка жасаймыз. Бұл открытка менің тегін телеграм каналымда бар, сондықтан осы YouTube каналыма тіркеліп, тегін телеграмнан алсаңыздар болады. Өте әдемі болып, необычный болып шығады, разный текст жасаңыздар болады. Бұл шаблонды екі жағына шығарамыз. Бір жағы глянцевый, екінші жағы жай бет болса да түк етпейді. Немесе екі жағын да глянцевый қылып шығарсаңыздар болады. Және де сызықтармен кесіп шығамыз. Ленточка және страздар керек болады по желанию. Содан кейін сызықтармен осылай асықпай кесіп қиып шығамыз. Бұны шығарғанда аккуратно болыңыздар, екі жақтарын аударып алмаңыздар. Тура келтіріп, асты мен арты мен алды, ішкі жағы мен сыртқы жағы дәл келу керек. Осылай қиып аламыз, содан кейін сызықтарымен бүктейміз. Міне осындай болып әдемі болып шығады. Сызықтармен бүктейміз, қара сызықтар көрініп тұрады. Сонымен осылай бүктеп шығамыз. Бұны беговкамен жүргізсеңіздер де болады, жүргізбесеңіздер де болады. Мен 200 граммдық бетке шығарғандықтан беговкамен жүргізген жоқпын. Сіздер 200 граммнан жоғары бетке шығарсаңыздар, беговкамен жүргізсеңіздер, ол ровно бүктеледі. Осылай асықпай барлығын дәлдеп бүктеп аламыз. Және де достар, менің VIP каналым жайлы айтып кетейін. Бұл менде VIP канал бар. VIP канал, онда уже дайын шаблондар, 1000-нан аса шаблон бар. Барлық праздниктерге, тойларға, барлығына да шаблондар сол каналда бар. Тіркелейін десеңіздер, өте бағасы қолжетімді, ешкімнің қалтасын қақпайды. По желанию осы оюдың үстіне страз жабыстырсаңыз болады. Егер қаламасаңыз, жабыстырмасаңыз да болады. Бұндай шаблондардың басқа да түрлері менің VIP каналымда бар. Ұзатуға, балаларға арналған шаблондар да осы менің VIP каналымнан алсаңыздар болады. Содан кейін осы лентамен кез келген өлшемдегі лента жарай береді. Мен осындай золотистый түсті лентаны қолдандым. Осылай байлаймыз. Бантик жасап, әдемілеп. Сонда бізде осындай әдемі, ерекше, необычный, пригласительный шығады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған әдеттегідей әсем.